Сәлем, 3-ші сыныптың нөмір 2-ші сабағы әдебиетті оқу тақырыбы күн шыққанда. Өлеңдегі маңызды жолдарды тауып жазасың. Маған тіркеліп кетіңіздер. Бірінші, мақал мәтелдерді түсініп оқы, бәріне ортақ болатындай тақырып ойластыр, оны түсіндір. Балалар, мәтінді, осында өлеңді, мақал мәтелдерді өздерің оқып аласыңдар. Мен тек қана жауабын жазайын. Яғни осы мақал мәтелдің барлығына ортақ тақырып білім, кітап, ақыл екен. Екінші, өлеңді тыңда, күн шыққанда. Бұл Ілияс Жансүгіровтің өлеңі болатын. Бұл жерде түсініксіз сөз масайрап, яғни еркін рахаттанып жүру. Үшінші, түсініп оқы, автор туралы әңгімеле дейді. Мінекей мына жерде шағын өмірбаяны тұр, соны оқып алыңдар балалар. Төртінші, өлеңнің алғашқы 2 шумағын дауыстап оқы. Өлең жолдары бойынша қандай сурет салуға болатын туралы досыңмен ой бөліс. Мінекей мына жерде күн шыққанда деп өзің далада таңертеңде күннің ақырын шығып келе жатқандағы, гүлдердің бастарын көтеріп, жайнап, құстардың сайраған үндерін естуге болады. Таңертең сол кезде өзіңде мектепке баруға оянасың туралы мінекей суреті салынған. Бесінші, ақын ойын түсіндің бе? Қорытынды ой айтылған жолдарды тауып жаз. Яғни біз жаңа өлеңнің ішінен ең соңғы, яғни негізгі идеясы болатын өлеңді тауып алдық. Ашасың көзді сабақтан, аласың білім кітаптан, боласың адам мектепте. Расында да, балалар, кітапты ашқан кезде, оқыған кезде көп нәрсе үйренесің. Осындай білімнің, ақылдың, тағы басқа көп ақпараттарды кітаптан алып, өскенде өзің осы кітаптың ішінен алған ақпараттарды өмірде қолданасың. Бұның барлығы мектепте болатын шаруа, уақиға екен. Немесе жаңа суретті тағы жалғастыра кетсек, мына жерде мінекей дайын суретте тұр, сондай қылып салуға болады. Содан кейінгі жазу дәптер бойынша, жұмыс дәптер бойынша бірінші тапсырма мәтінге сай келетін тақырыпты белгіле дейді. Мінекей осының ішінде қайсы өзің ойлайсың? Білімге, мәтінге сай келетін, яғни өлеңге сай келетін. Содан кейін оқу білімге қатысты сөздердің астын сызып шық. Мінекей ашасың көзді сабақтан, аласың білім кітаптан деп айтып өттік. Үшінші, мәтіндегі негізгі тірек сөздерді белгіле. Қайсы деп ойлайсың өлеңнің жаңа жазылуына. Соны өзің тауып көр. Балақай, мына жерде міне күннің шығуы, ұйқыдан ояну, сабаққа, мектеп, білім, кітап деп айтуға болады. Мына жерде В нұсқасы. Ал бірінші тапсырмасына мәтінге сай келетін тақырыпты білім алып, адам болу. Осы деп айтуға болады. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды.